Сәлеметсіздер ме ұстаздар, мен Әсел Доскенқызы. Сіздерге бүгін жасанды интеллекттің бір түрі ойспотпен таныстырғым келіп отыр. Әрбір мұғалімі өзінің сабағын ерекшелендіру үшін осы жасанды интеллекттің түрін қолдана білу керек. Бүгін соның ішіне дыбыстық файлдармен жұмыс жасау, яғни ойспот платформасымен таныстырамын. Бұл жасанды интеллекттің бір түрі деп айттым. Іздеу жолағына Google мен Яндекс немесе басқа да браузерлерге ойспотты жазамыз. Бірінші тұрған жолаққа басамыз. Озвучка тексті шығады ішінде. Онлайн жұмыс істеу аймағы ашылады. Өзімізге қажеттісіне қойып аламыз, керектісіне. Ішінде Альмира және Мәди деген атаулармен берілген. Яғни Альмира болса қыздың аты, Мәди болса ұлдың атымен. Әрі қарай скорсын, тонын өзіміз қойып аламыз. Қажетімізге қарай текст жазуға арналған терезе шығады. Ол жерге мәтін жазамыз. Озвучить деген батырмаға басамыз. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында тыңдалым тапсырмаларын дайындағанда мұғалім тек қана аватарлар сөйлетіп қоймай, осындай дыбыстық мәтіндерді тез дайындап ұсына алады. Міне осындай бізде дыбыстық құжаттар дайын болады. Төменгі жағына скачать деген батырмасы бар. Сол батырманы басып, біз сақтай аламыз. Сақтаймыз және өзімізге компьютерімізге жүктеп алуымызға болады. Яғни осындай жасанды интеллекттердің көмегімен дыбыстық құжаттарды қолданып сабақ үстінде жылдам және тез жасауға мүмкіндік береді.